2022 жылғы сәуір-мамыр айларында Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитеті және оның аумақтық департаменттері заңсыз айналымнан, оның ішінде қаңтар оқиғалары кезінде ұрланған қаруды іздеу және алу бойынша жедел іздестіру іс-шараларын жүргізді. Алматы облысында Байкал тапаншасы, 2 мылтық, 10 граната және әртүрлі калибрлі 104 оқ жасырылған орын табылды. Жаппай тәртіпсіздікке қатысушылардан 3 бірлік қару мен 109 оқ дәрі тәркіленді. Аймақтың қылмыстық өкілі Макаров тапаншасын сату кезінде ұсталды. Оның тұрғылықты жері бойынша қаңтар оқиғасы кезінде Талдықорған қалалық полиция басқармасынан ұрланған тағы бір тапанша тәркіленді. Алматы қаласында жаппай тәртіпсіздікке қатысушыларды, соның ішінде президент резиденциясына шабуыл жасағандарды ұстау барысында Глок маркалы тапанша, 29 оқ және 3 тегіс соңғылы мылтық тәркіленді. Тергеудегі қазақстандық ұйымдасқан қылмыстық топтың мүшелері өз еріктерімен 39 бірлік қару, 1 дауыстық граната, 1 броньды кеудеше және 98 оқ тапсырды. Полиция органдарымен бірге Қорған аңшылық дүкенінен қару ұрлауға қатысы бар өңірдің тұрғындары ұсталды. Тінту барысында олардың тұрғылықты жері бойынша оптикалық нысана, тегіс соңғылы оқпен жабдықтауға арналған станок, сондай-ақ ASG страйкболға арналған мылтық алынды. Жамбыл облысында Калашников автоматы, револьвер, сайга карабині және 398 оқ-дәрі жасырылған орын табылды. Қызылорда облысында Калашников автоматы, Макаров тапаншасы, Борс тапанша пулеметі, сайга карабині, F1 гранатасы және 59 оқ-дәрі жасырылған орындар анықталды. Шығыс Қазақстан облысында полиция департаментімен бірге жасырын жерден 1 шолақ мылтық, 1 РГ-42 гранатасы, 168 оқ-дәрі және 1 броньды кеудеше алынды. Түркістан облысында полиция органдарымен бірге Мосин маркалы мылтық тәркіленді. Заңсыз айналымнан барлығы 61 қару, 13 граната және 170 оқ-дәрі тәркіленді. Аталған фактілер бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде.